Облыс әкімі Ерік Сұлтанов Шалақын ауданының Ыбыраев ауылында болып қайтты. Өңір жетекшісі өзі білім алған Мәркен Ахметбеков атындағы орта мектеп түлектеріне аттестаттарын табыстады. Облыс әкімі ең алдымен білім орнының бүгінгі тыныс-тіршілігімен танысты. Ол оқу кабинеттерін, мұражай мен спорт залды аралады. Білім беру мекемесіне жақында ғана күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліпті. Бұл мақсатқа қаржы мемлекеттік бағдарлама аясында бөлінген. Жуырда мұнда ұлттық спорт түрлері бойынша облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің бөлімшесі ашылды. Өңір жетекшісі осы жерде жаттығып жатқан жасөспірімдермен тілдесті. Сіздер енді Қазақстан барысы болыңыздар. Солтүстік өңірінде жармай едік бір керемет балуанға. Сосын біздің осы мектепте шығатын болса, біз бала кезімізде осында күні-түні жүретінбіз. Оқу ордасының ішін аралағаннан кейін Ерік Хамзалы мектеп бітірушілер кешіне қатысып, түлектерге ақ жол тіледі. Өзі де осы мектепте оқып, білім алғанын мақтан тұтатынын айтты. Біздің мектеп белгілі мектеп қой. Алдың қатарда болатын өмір бойы. Бізде бір қатар керемет түлектер шықты осы мектептен. Соның ішінде өздерің білесіздер, жазушылар бар, дипломаттар бар, генералдар бар. Солардың жолын сіздерге берсін. Ең үлкен мақсат ол туған елдің туын биік ұстау. Отанға аянбай еңбек ету. Сіздерге білім беріп оқытқан ұстаз қауымға, ата-аналарға ерекше алғысымды білдіремін. Бүгінгі кешке ардагер ұстаздар да арнайы келіпті. Оқушылар мен мұғалімдерді атаулы күнмен құттықтаған өңір басшысы оларға аттестаттарын табыстап, мектеп ұжымына спорттық жабдықтар сыйлады. Осындай екі тренажер сыйлаймыз сіздерге, мына балаларға. Міне бүгін біз мектеп бітіріп, осы аттестат алғалы отырмыз. Бүгін бізге облыс әкімі келіп, бірге қуанышымызға ортақтасып отыр. Сонымен қоса ол кісінің сыныптастары бірге келіп отыр. Сол аға буынның жолын қуып, елдің намысын бермей, елімізге адал қызмет етіп, ертең болашақта жақсы мамандық иесі атанып, елімізге адал қызмет етеміз. Мектеп бітірушілер кеші концерттік бағдарламамен жалғасты. Бұл күні 16 түлек үлкен өмірге жолдама алды. Баян Қалиева, Айгүл Ысқақова, Жанар Дулатова, Анатолий Беланок, Ақпарат.